Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абайдың тұлғасын Мұхтар Әуезовтің көзімен таниды. Мен, Қуандықова Элмира тұңғыш қызы, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің химия кафедрасының аға оқытушысы. Абай жолы романынан үзінді. Еңісте. Ел ішінде Оспанның қаталдығы үдей түседі. Нұрғанымға су алдырмай қояды. Оспан құдықтарға екі адамнан күзетке қойып, өзі үнемі қадағалаумен болады. Нұрғаным оған жауап ретінде үйдің ішінен құдық қаздырады. Іштей қайсарлық пен тәкаппарлық өрши түскен кез болатын. Биылғы жылғы мол жайылым, Ералы деген жерде екен. Тобықты, Бөкенші, Жігітек, Көтібақ елдерінің бәрі сол мекенге жақыннан қоныстанған. Сол Ералда болыстық сайлау жүргізетін болып, оған Абайды арнайы шақыртады. Абай жолда көп ауылдардың қысылғанын байқайды. Жоқшылық пен жамандық ел ішін кеулегендей. Қайда қарасаң ашық-шашық керегелер көрінеді. Ұлыққа деп үйлердің бәрін бұзып алып кетіпті. Бүгінде ел ақсақалдарына айналған Асылбек, Жиренше, Оразбай мен Дөркембайлар ызаға булығып, бар жағдайды Абайға түсіндіреді. Оған қоса Тәкежанды болыстықтан түсірудің бір себебі Оралбай екен. Ол керімбаладан айырылғаннан кейін қасына біраз жігіт жинап, қаруланып алып, ел бүлдіріп жүр екен. Тәкежан Оралбайды ұстай алмай, орнына Базаралыны тұтқынға алыпты. Абай қиналған қауымды түгел жинап, ояз көшкінге жол тартады. Абай тура Базаралыға дүре соқтырып, жатқан кезде тап болады. Тоқтат деп елді шулатып, үйлерді айнала қоршап жиналған жұрт дүрсілдете түседі. Бұған ояз ештеңе де айта алмай өшеді. Сосын ашуға мінген халық ұлық үшін тігілген үйлердің бәрін бұзып алып кетеді. Ашық жапан түзде ояз бірнеше адамдарымен қалып масқара болады. Сосын көп өтпей Семейге қайтып кетеді.